жатқан хотель. Почтаның тура дәл қасында. Біз Қазаннан шықтық. Палаудың қалай дайындалатынын көрдік өз көзімізбен. Дәм таттық. Таза өзбектің палауын жеп көрдік. Бәрі өте дәмді болды. Өзбекстан метросында келе жатырмыз. Бұрынғы кеңес кезінде салынған метро. Бәрі соғалып сақталған. Дұрыстау. Өзбекстан телерадио компаниясы. Жаңа үйлер. Ташкенттің мемлекеттік университеті экономикалық. Ташкент қаласының әкімдігі. Жаңа елшілігінен өттік, университеттен өттік. Мына жақта үлкен бизнес-центрдер. Мынау конгресс-центр. Артында Хилтон. Бұл өздерінің центрден жатқан. Жерде Ташкент Сити паркқа келдік. Аттракциондар сияқты парк.
Қолы, көзі бәрі чық жасалған. Шын адам сияқты тұрады. Қолындағы тамырларына дейін. Еті, көз қарасы. Қандай жақсы. Ташкенттің орталық көшелерінің бірі. Көп ғимарат біздің Алматыдағы ғимараттарға ұқсайды. Өзбекстанның туған жері. Magic City'ye geldik.
Таң сағат 7 Бұхараға келдік. Бұхараның қазір вокзалындамыз. Бүгін осы қаланы аралаймыз. Дамасы да керек. Отыма қалғайзамын. Баяғыда 31-ші каналда осындай мәшінемен жүретінбіз. Қаланың ішінде. Жылдам бірақ. Пробкада тұрмайды. Наурыз болды ма? Қалды? Наурыз. 2 күн болды, да? Қалай талап ет сақталған. Бұрынғы ғимараттардың бәрін жақсы сақтапты. Архитектурный зданиялар. Есіктеріне дейін соғалып тұр. Тастары соғалып. Так, архитектурный памятник здания старой школы. 18-ші ғасыр. Адамдар велосипедпен перегілеп жүр. Үйлері, көшелері. Біз өзіміздің гостиницамызға бара жатырмыз. Көп рахмет, сау болыңыз. Үстіңгі этажы, екінші этаж бөлмелер. Бірінші этаж асхана. Номерлер. Нет, просто сегодня вообще газа нету. Газ выключили. Правда? А то у вас тут холодно, без отопления никак не кажется. Да, ну, будет так.
qaryon ko'zingiz charog'sin bunchalik cho'q bo'lmasalar Қаздар ғой. Сендерді қатырасың. Ne akıl? Реставрациямен айналысатын қолөнер шеберлері, сатушылар. Бұл жерде ашық ресторан жауып қойыпты, бірақ бүкіл ғимараттар осындай бір тип. Қолдан қаша берсе. Қанша уақыт кетеді мұны жасағанға? Сколько времени уходит? 3 дня плюс-минус. 3 дня? На одного? На один На рисунок? Тарелку? Чтобы полностью был готов. Потом красите, да? Да, после этого. Ну, день вот чеканку делаем, Ага. а потом полировку, после полировки краской, после краски покрываем бесцветным лаком. Ну, поэтому вот плюс-минус 3 дня уходит за один тарелку. Среди тоже вот я. Интересно. Бұл баланы жасаған дүние. Одинаково, посмотрите. Міне, осылай. Тоже такое. Жаңағы мынау, иә? Міне, Өзбекстан, Бұхарада осылай жасайды, бояйды. Это что Қандай стоит? дем бақшық. 500 тысяч. 500 тысяч. Это крепись-арк. Мына пышақтарды жасайды екен. Или поменяли? Минарет где-то 200 метров. Мұнда қойдың етінен жасалған сорпа алып келді. Міне, ішінде еті, картошкамен. Сорпасын бөлек шығытамыз, құйып алып ішінде. Басында мұнда болды. Мынау манты, қалай? Кесе манты дейді. Мына ішін ашу керек. Қалай атаушы? Или сорпа, или мынау жетеді екен негізі. Аты қалай атаушы? Тамақтың аты қалай еді? Қандас? Баранина горшочки. Бір адам емес, бәлем адам жейді тамақ па? Lan еще bu. Екі адам жейді. Қалай екі адам жейді оны? Екі адам. Ну, у них так считается, видать. Мынау Арк қорғаны кезінде Иранның патшасының ұлы осы жаққа келіп өзбектің осы жақтағы шейхтардың
қызын алып, сосын осы жерде өзі бөлек сұлтандық құрмақшы болған кезде оны өлтірген екен басын шалып. Кезінде саман балшықтан тұрғызылған, бірақ соны бұлар қаптап жөндеп қойған. Арк қаласы. Бұның қақпасы ғой. Осы қаладан табылған. Mumyalardan mı ya? Мынау ұлықтайтын, былайша айтқанда коронация жасайтын сондай алаң, аула. Бұл жерде тақта өзі отырады. Шақтың Иранның стилінде жасалған. Парсын. После Шейбанидов приходит к власти династия Аштарханидов. Рустам деген батырдың 150 лет эта династия правила. И Шейбанидов, Абдуллахан II. Бұхардың әмірлері. Солардың қолданған ыдыстары, заттары. Анау сол шах бекен біреуін тағы. Шапандар іздері шапандар. Бас киімдер, етіктер. Ауласы, өздері тұрған үйдің жертөлесі ма? Зындан ғой деймін бұл. Зындандары ғой, міне терезелерін бәрі темірлеп тұр. Жаңа ғана Бұхарадағы арк қорған қамалын десе де болады. Кішігірім қалашық, соны аралап шықтық. Ішінде өздерінің әміршілері, халқы болған, мешіті бар, ат қорасы бар деген сияқты бәрін қарап шықтық. Мынау Колон деген 1514 жыл салынған мешіт екен. Архитектуралық ескерткіш. Мынау мұнарасы қанша метр биіктік екен. Тағы бір мешіт. Мир Араб деген мешіт. Көмені сол кезде салынған. Тағы жағындысы бастаған. Бұлай істейді тұр. Все, бір вагон. Қанқадар сияқты.
Самарқандқа келдік. Таңғы сағат 8. Алар қайда кетті ағам? Шымен кетті ол, иә. Жоқ, шымен кетсе сыртқа шыға ма? Ребята, я говорю, что говорю, да? Ребят, я что хочу сказать. Сам Самарканд не сравним. Мы сейчас были старый древний город, помните, город делили на 3 части. Новый город, старый город, древнейший город. Мы сейчас на новом городе, русскоговорящий город, едем. Вот. Сам холмистый, да, видите? Әли деген гид ағамыз бізге өзі машинасымен алып жүр, өзі Гонсар түсіндіріп правильно? жатыр. Какой первый придет, такой же мобильный заказываем, сказать. Обоим Гонсар правильно? Пришел вот сейчас какой. Жолдың ар жағында Шафи зындан. Мына бұрынғы моншаның орны. 15-ші ғасыр. А? 15-ші ғасыр. Көзден кіреміз. Шоқи зында 11-12 ғасырлардың арасында салынған имарат кешен. Комплекс. Есіктер қымыз. Мен мына баспалдақпен шыққан кезде санап шығу керек екен. Сонда кімде қандай сан шығады. Соған байланысты соның ниеті таза ма? Басқа ма соны айтады. Отсақ ма? Отсақ. Плиткалар сол кезден тұр. Әмір темір ма? 376 жыл салынған. Әмір Құсайын ба? Әмір Темірдің қолбасшыларының шешесіне тұрғызған зират. Мына жақ Мавзолей Әмирзаде Әмірдің ұлына тұрғызылған. 386 жыл. Жазылған бір арабша. И жанды древний казахский. Екі түрлі, екі жазым жол ма? Да? Сары арабша, но древний казахский. Номер 3. Мына Құран бөлмеші. Комплекс Кусан бин Аббас 11-12 ғасырда салынған мешіт бар, мавзолей, зияратхана. Двоюродные братья близкие мавзолейлердің ортасында дүкен бар екен. Міне бұрынғы өзінің адамдары бар. Мавзолей Ходжа Ахмада 14 ғасыр салыныпты. Есігін қарсыңшы. Ағаштан ойып тұрып жасаған. Жерленген адамдар.
Жоқ. Biz mынау Самарқанд, Бұхара сек. Шын жібек кілем тоқитын фабрикаға келдік. Біздің шопыр атамыз көрсетем дейді ішінде қалай кілем тоқылады. Оригинал мен ана поделканы қалай ажыратуға болады бәрін көрсетем дейді. Экскурсия жасайды. Небір атамыз келешті. Ассалаумағалейкум. Жаңғақтың қабығынан, өріктің қабықтарынан краска жасайды екен. Осы жерде өсімдіктер өседі, картошка сияқты деді, одан да краска жасайды, қайнатып. Бояулар. Жаңғақтың қабығы, тамыр. Как 3D. Вы можете пощупать. Даже кто хочет заказать свою фото, тоже... Қанша ай кетеді дедім мынаны? 9 ай кетеді дейді, бір қыз осыны 9 ай бойы. Придется год ждать. Жібектен, таза жібектен. Тоқиды екен, қолмен тоқиды. Мынаны қара, мынаны да тоққан. Вам год придется ждать еще. Еще есть такая техника, это клим называется. Клим сейчас очень популярный, вот с двух сторон одинаковый. Вот такой клим это шерстяной. 50 лет гарантия, если не порвет, не зажгет. Вот такой клим 4 пятна делится. По время побыстрее. А тот год, а это 4 пятна. Қанша тұрады бұл? Сколько? 120. Доллар? Доллар. Стоит на доллары, потому что разные туристы разные люди приезжают, поэтому если суммы скажем, они миллион долларов. Слышала, да? Это короче, Можно Айшвария сфотографировать, они фотографируют, делают год ждать. И стоит 400. иногда опоздают. Негізін қалған кісілер Кто фабрика. группа снимается? Мына кісінің 82 кіресі. Мына кісі қанша деді? 104-те әлі тұр екен. Негізін қалаған адамдар. Өздері келіп, қарап жүреді. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Уағалейкум ассалам. Вот осы династия деген атадан балаға мирас болып келе жатқан өнер, кәсіп. Мына суреттер. Мына жақтар складтар. Тоқып дайындап қойғандар. Açık жатыр. Есть, что вы показываете. Шестиной жүннен тоқитындар тез 2-3 ай. Жібек 4-5 жылға дейін кетеді, үлкен кілемдер жасап. Алло. Не, фабриканың өзі. Станоктар. Бері алып кетеді ғой, шыдамайды ғой. Мына жақта бір апам отырсын. Саламатсыз. Вот вы можете посмотреть, вот у них есть вот рисунок, вот из этого рисунка они смотрят и работают. Вот каждый один клеточка это один узелок. Вот кто хочет на матрас и на подушку набивает, вот. Вот. А просто вы просовываете и эту нитку вниз. Ровно получилось. Вот. Смотрите, вот шелковый ковер, как менять цвета его. Мынау ескі қаланың Да, это, не, она сам как, крепс, она как крепс. қамал ғой.
соның қабырғасы бер жағынан енді қоршақталған. Бұл жерде еврейлердің зираты екен. Бер жағын Самарқандский палау алып келді бізге. Фотоға түсірші, қазір девушка бересің бе? Самарқанның лепешкісі де. Сұрауға болады деді. Неме сұрауға болады? Шай. Лимон қосылған шай, ташкент шай. Түскі шылап, Ұлықбектің обсерваториясы орналасқан жерге келдік. Осы жерді қалпына келтіріп кезінде бірінші президенттері мынандай площадь жасап ескерткішін қойып Ұлықбекке. Туристер қаптап жүр. Бұл жерде де сондай ғимарат. Бұл не екен көрейік. Ұлықбектің мынау жұлдыздарды санайтын есептейтін аппараттары, сосын журнал основная книга расчетов дейді. Ұлықбектің обсерваториясының моделі осындай болған дейді. Ұлықбектің обсерваториясының плащтан сыртқы келбеті үстінен қарағанда. Маңайын бәрі парк, жап-жасыл. Жатқана дейді жерді. Осы жердің астында болған ау. Бірақ оның бәрін жермен жексен қылып тастаған дейді. Она текла вот где Балканы. Здесь огромный Сияб река. деген өзен, иә? Сияб это означает черная вода. Об это вода. Сияб. Үйректер Суяб деген өзен. Бұрын ар жақта болған екен, сосын өстіп канал қазып осылай бері қарай жылжытқан. Қанша деген емес. Міне Қожа Данияр зиратының көрінісі дейді. Бұрын қандай болған? Сосын реставрация жасағаннан кейін қандай болған. Бұл жерде бұлақ бар деді басында. Суаламыз. В принципе, ең Данияр Қожа. Мынау Ислам Кәрімовтің көшесі соның атына берілген екен. Бұл жақта енді не бір танымал осы жақтың адамдар жерленген дейді. Біздің Кеңсай сияқты ғой Алматы. Мына жерде Ислам Кәрімовтің өзінің зираты деді басы. Бұл жерде бұл қорымда сол кезіндегі әмірлер мен хандардың ұрпақтары, ауырғандас туған туыстар жерленгендер. Жерде мынау отырған Әмір Темірдің бәйбішесінің деді зираты, бұның енесінікі. Жақындар махаллелер. Мынау көше жаңа бізге. Оның шақ жүр. Оның шақ. Ойбай. Ал мынау Ислам Кәрімовтің бейіті, зираты. Осы жерде жерленген өзі.
не кісілер келіп құран оқып жатыр. Зиярат етіп жатыр. Вот все как по мусульманскому, это уже верхняя часть, да? Да, вот здесь на колено вот здесь садился. Ал мына жер Қызыр бабаның мешіті дейді. Ол кісі енді әлемді шарлап жүргеннен кейін әрбір жерге мешіт салып, сол жерде Құран оқыңдар деп айтқан депті. Белгілі бір жерде зираты жоқ дейді. Нақты зираты жоқ. Мынау Суеп бозоры, Суеп базарына. Мынандағы әйгілі Самарқанның мөлдіреп тұр. Баяғыда апам пісіруші еді осы сияқты. Өзім мөлдіреп. Міне Әмір Темірдің бәйбішесі Бибі ханымның мешіті. Мен өзі Қожа Ахмет Яссауидің кесенесі сияқты. Кішкене үлкен екен. Бірақ енді ғаламат мынандай үлкен ғимарат. Міне айналып келіп Әмір Темірдің мавзолейіне, жерленген қабірстанына келдік. Әмір Темір мавзолейдің ішіне кірдік. 40 мың сом бір адамға. 80 мың сом. Портрет храмына мавзолейдің сыртының макеті. Біз мына жерден кірдік. Ішінде жұмса, ішіне кірдік. Мавзолейдің өзі. Мына жақтар медреселерінен енді. Мына жақта жатыр өзі. Қандай? Алтын жалатылып жасалған. Аха. Жасыл тас. Әмірдің өзін күтеді. Ұстазы деді бірінші. Өзі қасында Ұлықбек, балалары, немере шөберелер жатыр деген қасында. Мирон Шоқтенгі. Не, бірінші жасыл. Жаңа Әмір Темірдің өзі. Мирза Ұлықбек. Төртіншісі. Міне ұстазы Мир Сайд Барака. Мұхаммед Сұлтан міне қасында жатыр. Мирза Ұлықбек мына жағында жатыр. Ұлықбек екінші арсы астында төмен жатыр екен. Шохров Мирзаевич. Так вот, из 4 сыновей только 2 похоронены здесь. Темный и светлый как раз таки даже переходим на Әмір Темірдің қасында мына жерде белгісіз адам дейді, бірақ бақсы болған дейді. Себебі мынау ағаш басына қоса жерленген бұт ағаш. Басында шашынан мынау Әмір Темірдің жүргізген аймағы жасыл территория. Өзінің мемлекетінің территориясы сары маңайдағылар Мысырдан бастап бәрі Мәскеуге дейін оған барлығы алып салып төлеп тұрған. Регистанға келдік. Әйгілі жерден 65 мың сомнан әрқайсымыз билет алып өттік. Самарқандағы білім беру үрдісінің тарихы дейді. Медреселер қашан пайда болды? Соны көрсететін
Музей. Мына Регистан үстінде. Мына жақта жұлдыздар. Сейчас от мамы подождем. Шердор медресесі. Шын байқағанымыздай тура жаңағыдай Ұлықбектің медресесі сияқты. Іші бірдей. Ішінде концерт болады екен ғой қазір. Туристер толып отыр. Мына жерде сахнасы. Мына жерде фонтан бар бірдеңке. Су жиналатын жер. Құстар сайрап тұр. Киім киіп суретке түсіп жатыр халқым. Сөйтсем ақыс болып шыққан ба? Бос торғай? Если ему 10 лет, это ему у пацана вырабатывается реакция. Он вот туда и ловит, чтобы реакция работала у пацана. Кто спортом занимается? Спектакль қойып отыр. Сонымен Самарқандтағы ең әйгілі Регистанға келдік. Жаңа біз ең бірінші Ұлықбектің медресесіне кіріп шықтық. Оған қарама қарсы Шардор медресесі. Енді міне қазір бара жатқанымыз біздің ата бабамыз Жалаңтөс Баһадүрдің кесенесі. Жалаңтөс Баһадүрдің медресесіне келдік. Бұның іші де бірақ кішкене көндір болу керек. Реставрация жасап жатыр екен жақта. Жаңағы қорғанның ішіндегі мешіт. Халық күшті жатыр. Түнгі Регистан. Аттар тұрғандар да бар, шоу болып қала ма деп. Лабикор 1987 жылы ашылған ресторан. Тапшырылары бар екен әден.
О, тапшан бар екен енді. О. Ташкентке қайтып келдік. Ташкенттің вокзалы. Өзбекистан темір жолдары. Ташкент Жанубий. Сарпраманың тура жағасында тұрған Шаршара деген ресторанға келдік. Бұл Сарпрама. Мақсат точно торговый центр етіп, темекі алып, жүріп келе жатыр.